оны түсінбейді ғой. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Араладым ауыл бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын класстастарым. Жылы бітірген, жақсылар жақсылыққа жиылған, Алланың ризашылығы бұйырған, шеттерінен ақ көңіл, шеттерінен мейірбан. Алатаудың бұлақтары, бәйтеректің бұтақтары, бас қосу десе тоқтамай аттай келген. Ассалаумағалейкум, бар қазақтың ұрпақтары деп рабажан. Араладым ауыл бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым,
класстары. Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастары. Мұғалима оқы дейді ғой, бірақ оны түсінбейді ғой. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Араладым ауыл бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Bir-birimмен жарысатын, анкетаға жазысатын, айналайын класстастарым. Bir-birimмен жарысатын, анкетаға жазысатын, айналайын класстастарым. Айға да ұшып қайда кетмейді, өздеріңді жүрек іздейді. Қайда оралмас қайран жылдар, сағынышқа айналдырған, айналайын класстастарым. Қайда оралмас қайран жылдар, сағынышқа айналдырған, аман болшы класстастарым, айналайын класстастарым. Бірімізге құрметіміз арта берсін, бірімізге сыйымыз арта берсін, бірімізге жақсы сөйлеп айта берсін. Қазір әйтеуір мына не сөткілерді айтып отыр ғой, имам ученде не айтады ғой, бір әйтеуір жақсы сөз шықсын, жақсы сөйле, біреудің жүрегіне жыл берді жаңағыдай. Бірімізге жақсы сөйлеп, жаңағы кемістігімізді айтпай, жетістігімізді айтайық жаңағыдай. Кемістік деген бәрі қандай болады. Енді мысалы өзің балдардың бала шағында 4-5 болса, сол 4-5 мінезі бар, о да жақпайды мысалы өзіңе. Алауына жақпайды енді. Сол сияқты кемістік келмейік, осы жақсы жетістіктерімізді айтайық. Маңғыстаулықтарға жаңағыда тексерген емес, өз маңғыстаулықтар бәрі атсалысып жатыр. Рахметімізді айтамыз. Киелі Маңғыстауға жете алмай жүрген адам көп берген. Мына қажы, 13 рет қажы олар, дәулет қажы да, звондап жатыр. Енді Маңғыстауды көрсетіп деді, көре алмай жүрмейді. Бозжырағаларда қайтып келатыр. Бозжырағаларда кілең шетелдіктер жүр. Кілең шетелдіктер Маңғыстауда да, қарасаң кілең шетелдіктер, қандай өзің анада микроавтобус бар екен, өзі жататын несі бар. Көрдің осы Маңғыстауға жатыр. Өткен жыл бір передача беріп жатыр, бір шетелдіктен қазақша сөйлеп отыр да, соны сұрады да, Қазақстанның қай жері жақсы деді да, қай жері ұнады дейді. Маңғыстау ұнады деді жаңа. Маңғыстаудың қай жері ұнады десе, Бозжыра деді, сондай нелер көп жердің ғой, көп жерлер айтты, біз білмейтін жерлер айтты жаңа, шетелдің адамы. Көрдің ба? Біз өзімізде бармаймыз, сондай мықты жерлер бар. Сол Маңғыстауға киелі мысалы 362 әулие бар, Бекет-Ата бар, Бекет-Атаға 300-дің бәрі орысқа дейін барады мысалы. Сол Бекет-Атаға жете алмай жүрген біз ауылда көп адамдар келді мысалы. Сол келеміз деп дейін де. Міне сондай жерде міне өтіп жатырмыз. Құдай қаласа жақсы өтсін. Ата-аналар рухын қолдап әйтеуір бәрімізге отбасымызға аманшылық берсін, денімізге саулық берсін. Әр жылдары жаңағы отыр айтқандай жылда келісуге бара беруге Алла тағала нәсіп етсін біздерге. Қайырды өтсе де. Осы қуанышты жалғаса берсін дейміз. Кластасымыз Келімағасы 55 жылдық кездесуге деп өлең арнапты. Осыны оқып берші деді маған да, аманат қылып. Ассаламу алейкум, Маңғыстау Маңғаз даласы.
әсем Ақтау қаласында бас қосты 50 жылдық мерекеде 1971 түлектері, сағынып сағынышпен жүректері, орындалып ойға алған тілектері, құтты болсын бүгінгі ұлы думан мерекеміз. Түлектер келіп жатыр шартараптан, әр өңір, әр қаладан, елімнің батысы мен шығысынан сағынған бірін қимас жандар. Жасы 70-тен асса дағы, көңілдегі көкденен қартаймайды. Сәлемі сағыныштың ортаймайды, еске алып өткен күннен ой толғайды. Асулардан талай биік асқандар, бөленіп ел құрметіне мақтанышпен, шыңына талай биік шыққансыңдар. Құрметпен қадір тұтам өздеріңді, оқыған бір мектепте сыныптастары. Бұрымды еркі сұлу аруларым, бұл күнде әр әулеттің данасы, өсірген саналық ұрпақ анасы. Бөленіп немере шөбере шөпшектің қылығымен қызығына бойланып, арулар асыл жандар қартаймаңдар. Қыздың жасы әрқашанда 18-де дейді қазақ, бүгінгі күн жастарын 18-ге дөп келеді, сыныптасың Нұғман сендерді әрқашанда 18 деп келеді. Мереке құтты болсын бүгінгі. Қосай Есенбет, ән Нұғман, Ибн Дайраш, Ибн Төлеп, 28.06.2026 жыл деп. Сәлемдерім. Әр құдалары 6 жыл соғылар. Енді 45 миллион келеді ғой мағалымдар. Бәріңізге де дастархан жерінде отырғандарға бақыт тілеймін. Денсаулық тілеймін. Денсаулық болса бәрі де бола береді. Тек дендерің сау болсын, семьяларыңызда бақыт болсын. Тек өзім жаңағы руымды айтты, Шоңайдың қызымын. Руыңсы білемедіңіз сен? Маңғыстаудың тумасымын. Сол тумаларының бәрі қайным дүниеге айтылар. Мен айттым, сояққа шығып кеттің менен. Sözümden de dikkat edin. Şöberenin kolundan su şimdi. Solda nereye gidin dedi. Esnafan yerinde oturganlar ben de baksızlayın, baylık bileyim. Yenlerin sağ olsun, toy toylar gibi olacaklar. Kalısı kalımak kuvaşıyor. Anez kotağa oldu. Özürlüden yemin erken geldi. Sen meni tuğan çok koydun bunu mu ya? Yer uzun mu? Ya basın ayağını yiyin. Ya. Endi odan beri de 5 yıl ötken kişkene özgörüş var. Sel aytkanday pamitler jıl sayın endi oluyorsun. Söylüyor jаш келесин özgörüp turadi. Iya. Ол енді алға жетпейсің, жолға жаңағы нұрсыз айтпақшы. Иә, дегенмен де Құдайға шүкір, өздерің елу алпыстағы не сияқты көңілдеріңіздің жасы екенін байқап отырмыз осында. Иә, мынау соның арқасы. Ал енді өзі осындайдан басталып, өзі үстіп кездесулер жалғасып жатыр ғой. Бірақ дегенменен мынау өңірге келіп, дәм татудың өзі, иә, қалай қарма. Иә, міне несіме бар екен бүгін. Ал енді несіме туры келмегенен болмаса жаңағы әсем де, Нұғман да, Азамат да барлығы дайындалып, білектерін алып, бір-екі рет біз кездестік. Үстіне бәріміз барайық. Жаңағы, енді кім бар, кім жоқ дегенде әйтеуір ең болмаса осындайда денсаулықтың бар кезінде дидарласқанға не жетсін деп барлығы шын пейілімен дайындалып еді. Ал енді жеме-жемге келгенде жағдай әртүрлі жағдай. Кеше Қалымхан кластасымыздың әр құданың үйінде болып, мен келіп сол жерде 2 сағат болып әңгімелесіп, ана билетті жаңағы шуға. Бірақ жаңа айтқандай денсаулық соңғы кезде аяқта кішкене өзден өзі оның үстіне күн ұстап, кішкене ойланды. Ал бірақ барлықтарыңызға сәлемін айтып жатыр. Осыны жеткіз.
сосын жаңа айтқандай видеоларым болсын, түскендерім болсын жіберіп тұрыңдар деп өзінің жолында сәлемін жолдап қалды. Сондықтан енді бірақ жаңа айтқандай әртүрлі жағдайлар қашықтығы бар, оған басқа жаңағы сияқты әртүрлі басқа да жағдайлар болады, денсаулыққа қатысты басқа да сондаймен енді бүгін мінекей әйтеуір айтқандай мүмкіндігі бар, әйтеуір ұмтылған, әрекет қылған азаматтар келді ғой. Оның ішінде тұрып жатса да баяғы елжұлдықты да қайта зұғандап, қайта неғылып рахмет. Онда да бұл енді үлкен ат салысып басынан аяғына дейін енді оның ішінде өздеріңіз болдыңыздар. Көңін де көрдіңіздер, түйін де көрдіңіздер, қызметін де көрдіңіздер. Міне енді мынау Ақтауда мінекей Серікке біз енді осы сөйлескенде бәрінен біліп жатырмыз. Ерекше өздеріңіздің аттарыңыздан мынау жаңағы балалық өткен Қызылорданың атынан, Түркістанның атынан біз енді ерекше Серікке алғысымыз бар. Өйткені бұл жерде енді барлық жауапкершілігін мойнына алып, бар жұмысты қойып, алыспен де сөйлесіп, жақынмен де сөйлесіп, қыздармен де сөйлесіп, ұлдармен де сөйлесіп, әйтеуір міне үлкен енді мынау дайындық. Мынаны міне осы келгеннен бәрі көріп жатсыздар. Ал енді мынау үлкен шаңырағында азанмен мінекей дәм татқызып, әбетте тағы қонағасы берем ойбай, ертең тағы деген, ол енді Құда қаласа пейіліне берсін. Ол енді дастархан көргендігі, ал енді көптің ортасында жүргендігі, бала-шаға келіндердің міне жақсылығы, ана жақта да келіндер бар, қызмет етеді деп айтып жатыр. Сондықтан мынау үлкен бір жолдасқа деген, досқа деген, балалық шаққа деген бір үлкен қызмет қой. Сондықтан Құда қаласа ол Алладан қайтсын деп жатады. Сөйтіп Алладан қайтып, жақсылығын беріп, бала өсіп, немере өсіп дайымыз. Ал енді жалпы енді мынау қазір енді мына жерде еркіндеу, арнайы жаңа сияқты енді тілек емес, басқа да жаңағы еске алатын естеліктер болса айтып отыруға мүмкіндік береді. Өйткені бүгін ертең түске дейін әлі Құда қаласа талай жақсы тілектерді айтамыз, жақсы естеліктерді айтамыз, кешегі оқыған кезде айтамыз, бүгінгі өмірді айтады. Енді біразының өмірімен біз таныспыз, бірақ дегенмен де қандай не біліп болғаннан кейін ол кейбіреулерін жатпаймыз. Бірақ жалпы сол 71 жылы бітірген түлектердің барлығы Құдаға шүкір, өздеріне лайықты абыройлары бар, өздерінің дәрежесіне лайықты елге қызмет істеді, ұл өсірді, қыз өсірді, ұлды ұйға қондырды, қызды ұйға қондырды. Жаңа өлетін айтпақшы, енді немеренің тойын өткізсе, қызығын өткізсе жүрген азаматтар қай-қайсысы дамыз. Ал енді жаңа сейсенде енді сол оңтүстікте бұяқта да жаңа айтып отырмыз ғой, біз енді Қазақстаны бар, өзінің атасы бар, келін төбесі бар, біраз азаматтарымыз, қыздар да бар, балдар да бар, баршылық Құдаға шүкір. Ал енді солардың ішінде жаңа айтқандай шоғы биік Оз 71-дегі біздің мынандай кластасымыз бар, мынандай азаматтарымыз бар дегенде ауызды толтырып айтатындай, қызмет істеген, елге ағалық та еткен, басшылық та еткен, бір ауданның сондай уақытта мінекей осы сол мектепте алған білімнің арқасы қай-қайсыңызда, барлықтарыңызда өздеріңізге лайықты қызмет істедіңдер. Оны қызмет болғанда ол әбзатында бір не болу емес қой. Мысалы сушы болсаң да бір қызметтің түрі, жаңа айтып жатқан механизатор болсаң да ол заманның уақытында ешқайсысы әйтеуір жаңа айтқандай біздің класстастар андай еді, мұндай еді дейтіндей емес, өнеге алатындай, айтатындай, мақтанатындай.
Анау сөйтті де білесіңдер, ол сөйтті бір салада өзінің тұрақты бітіргеннен кейін міне осы сияқты өмірлер ғой. Сондықтан құрметті класстастар, сөйтіп сондайларды еске алып, балалық шақты еске алып, басқа жаңа бөлек жүргендегі нелерді еске алып, пікірлесіп, жаңа сияқты бір-бірлерімізге қол ұстасып, жылылық беріп, жақсы 2 күндік шараны өткізейік. Бұған енді үлкен еңбек сіңді жаңа айтып жатырмыз. Үлкен уақыт кетті, үлкен қызмет істеді, жаңа сияқты азаматтар бар, азаматшалар бар бірге. Әсіресе бұл сияқтың бір кісі де қыздары да балдар сияқты бірге серіктің қасында ақылшы болып, кеңесші болып үлкен еңбек жасадыңыздар. Сондықтан соны біздің енді тілегіміз сондай. Ал енді ары қарай жаңа программаны Серік өзі таныстырды. Серіктің енді сол өзінің жасаған несіне біз енді пәлендемей, соның төңірегінде жаңағы 2 күндік емізді ары қарай жалғастырып, өткізіп, бірге отырып, ойнап күліп дегендей, міне осындай бірге. Рахмет, сау бол. Өте жақсы. Ой, сау бол, жақсы. Енді қай-қайсының да құдаға арқасы, әрекеттің арқасы, бізде енді әрекетсіз адам онша болған жоқ, барлығы да. Ал енді ауылда жаңа сияқты енді біраз 70-тен асқаннан кейін жаңағыдай сияқты не ақауы бар еді деген сияқты шыны ғой өзі. Деген жағдайлармен хабарда енді келмеген нелерге толық осы келген азаматтар азаматшалар жеткізеді. Онан қалғаны бейнетаспа бар. Міне осы арқылы көріп, оларда бір байқайып қалатын шығар. Жаттанды несіменен ортамызда қызмет қылып жатса, о да бізге тура келе қоймайтын шығар. Ал енді үлкен жаңа айтқандай осындай отырысты тойларда жүріп, басқарып жүрген міне Сәкең бар. Сәкеңді былтыр 7 жылдықта көрдіңіздер. Ол кезде Сәкең де осы Серік сияқты негізгі күш бізде қасында. Бүкіл енді ол жерде де үлкен еңбек сіңді. Кітапқа материал жинау, кітапты таспаға бастыру, ана шараның өзін жаңа сияқты, Сәкең сияқты жоспарлап, оның орын-орнымен өткізу. Ал енді 50 жылдық өте жоғары деңгейде өтті. Оны енді барлықтарыңыз қол болдыңыздар. Мен қарап отырып, осында отқандардың барлығы ішінде болды ғой, енді басы қасында болды, көрді. Сондықтан жаңа айтқандай кезектесіп, отырысымызды жаңа айтқандай жүргізіп, бөліп, неғып отырсақ, құда қаласа ойдағыдай болатын шығар. Тамада не керек? Әркімнің жүректен шыққан лебізін айтса, сол кетпейді ма деген? Сондай ғой, тамада керек жоқ. Айтылатын өмір сөйтіп бастаған, олар орынтай қоймай жүріп, мына торда. Бұны әйтеуір мына Серікке жүктедік. Мойны қайта айтып, өтініш жасап, Серік сенен басқарып. Осы ұйымдасып жатқанымыз Серікке рахмет айтып қоямыз деген. Мына Серік айтып кетті ғой, жора жоласты. Қазір айтып жатыр, мынау өміріңді ұзартатын дейді, жақсы не алатын, бала шағыңды емес дейді, ағайын туысқан емес дейді, жора жолдас екен адам дейді. Ең жақсы жүрекке жылу беретін адамдарды көріп, енді бұрын балалық кезде бірге өскенбіз бәрімізде. Айтып баратын сияқты бір үйде жатып қалай құшақтасып жатып, жүретін бөлінбейді. Көрген көзі өзі шәмен естімейтін өзі туған ағайынды, туған ініңді енді көргенде боласын. Мына бағдарламасы, Серіктің бағдарламасын көріп, бәріне тартып отырып бағдарламамыз бар, енді соны жақсылап, құда қаласа өткізейік. Көмек берейік, демеу жасайық. Әйтеуір, анау мына болмады, мына болмады, адамның көңіл ойына сол қиын өзі ол бір. Жаңа не туралы айтып, кітап туралы айтып, кітаппен мақтанғаным емес, кітап библиотекаға беріп қойдық. Біздің ауылдағылар, оның халқы бар, үлкен халық ауыл ғой, 2 ауылдың несі жау.
Şu yerде оқып келіп Кентөбе бармағандар айтады, өзім айтады, ана кітапты оқыдым, күшті екен, Кентөбе деген жер жақсы екен деп, Кентөбенің атын шығарып неғып жатыр соны. Кентөбе, сол классистар. Біз енді сол Шардар ауданында негізінде классистердің ынтымақ бірлігі күшті. Бұрыннан біз мына қалмақан бәріміз болғанда жылда мынадай мерекелерде, айттарда, нелерде бәріміз бас қосып отыр. Кейіннен сәл ыдырап, жан-жақ кеткеннен кейін осы көбіміз басқа бізге сіздің бәрі барып қызығатын еді. Осы сендер пәленбай уақыт өтсізді, әлде ажыраспайсыңдар деп. Сол сияқты міне сол ажыраспай ынтымақ бірлігімізді арта берсін. İzmay деген қырғыздық емес, Resmi satın әдемі ғой. Resmi satın. Класстастар, сыныптастары, бұдан 55 жыл бұрын 1971 жылы сонау Жаңарған ауданы Кентөбе совхозындағы 192 Кентөбе орта мектебін бітірген түлектердің бүгін енді нәсіп болып сәттін садық мына Ақтау қаласында 55 жылдық кездесуін тойлап отырмыз. Ал енді мына кездесу тойымыз, мерекеміз құтты болсын дейміз бәріңізге де. Мына келе алмаған класстастары бар. Қаншасы билет алды, жағдайлармен келе алмай қалды, ауырып қалды. Осы жерде қанша класстастар отырсақ, сонша класстастар келе алмай қалды ал енді. Мен кеше бір жерлерде болып едім, сөйтсем, жаңағы мына отан ағашын күтіп алғанда сөйледі вокзалда біреу айтады, сендердің 55 жылдықтарың ғой, мына мен реклама десем, дейді де жаңағы әліп қойғанда. Өйткені 55 жылға жеткен де бар, жетпеген де бар екен. Оған санаулы бір-екі класстастарды жеткендері бар екен, сонда айтып отырса да. Міне енді қарап отырсақ, қара тауы ел болып отырмыз мына жерде. Мына Каспийдің жағасында. Қош келдіңіздер, осының басқасында маған тапсырып едіңдер ұйымдастыр деп. Сол әйтеуір мына бүгін барынша сіздерге қызмет жасап жатырмыз. Дегенмен де осыны мен келіндерім айтқаным, ал енді сол сендерге де әке болады, сендерге де шеше болады, менің класстастарым. Демек, үш келіннің өздері, ата біз аяғымыздан тік күтіп береміз деді. Солардың жасағаны, біздердің қолымыздан ештеңе келмейді ғой, солардың ұйымдастырып отырғандары. Ал енді бүгінгі мына кездесуіміз құтты болсын, бәрінің үйінде той болсын. Бала шағаларын сірә үйлендіңдер, ұлды ұяға, қызды қияға қоңдырдыңдар. Ар жағынан немере сүйіп осындар, шөбере сүйіп отқандар бар. Менің өзімде кеше жақында шөберелі болдым. Кеше жүрген жалаң аяқ бала едік, құмда жүрген ойнап, бүгін мінекі шөберелі болып отырмыз. Ал енді жаңада айтып кеттік қой, бұдан да ары қарай достығымыз жалғаса берсін. Мына класстас деген, сыныптас деген өте жақсы нәрсе. Ағайын мағынада айттым ғой, ағайынмен араласқан ол ағайын, ағайыннан ешқайда құтыла алмайсың. Жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Ал енді
Bärimizde bir setten söylep bererimiz, birak 3-4 söz söylese de anlamaydılar bu aramızda. Alemde buna başkomisan 25 yıldığımız kutlu olsun. Her yerinde baktı bolunlar osundai. O kızlarını seversin, demiri söylelerini seversinler, solarını toy kızığında, toylarında, kızıklı merekelerinde gezese vereyim. Кездесу бір ерекше болып отыр. Өткенде мынау ерекшелігі мынау Маңғыстау дейді міне. Маңғыстау деген жерде өтіп жатыр. Ол мектепті біз мына жауырғанда бітіргенмен міне Маңғыстауда өтіп жатқан жағы үлкен ерекшелік. Мынау бұл енді баяғы бір бозбала кезімізде кеше ғана бір жарты ғасыр бұрын осы бозбала жас жігіттер едік, бәріміз жас қыздар едік. Мектеп бітіріп тарқадық, елге қызмет істедік, халыққа қызмет істедік. Міне осылардың бәрі отырғандар. Міне қазір міне ақсақалды, үлкен ақсақалды ардақты шалдар болып, аяулы әжелер болып, міне отырмыз міне қазір міне. Осының бәрі де елге қызмет істегендер, елге өзінің қызметінің арқасында үлкен абыройға, биік беделдерге ие болған азаматтар бәрі де отырғандар осылар. Мына бүгін мына отырысты мына бастап жатырмыз, жақсы өтіп жатыр. Мынау тұрмағанда жаман қорықтық біздер. Және бір өзіне үлкен күшік көп. Соны аттармады мына бөбек екеуі. Мен мына серікті көрмақта отырмын, негізі бөбектің арқасында ғой. Бөбек өзінің қарындасымен. Мына қарындасы мақтап кетті демесін серікті мақтап жатырмыз. Негізінде бөбектің арқасында. Бөбек болмайды десе серік өткізе алмайды ғой. Мынау енді әсіресе мына осылардың тәрбиелеген ұлдары серік пен бөбектің. Мына алған келіндері көріп отырсыздар. Нағыз салт дәстүрді, әдет-ғұрпты жақсы сақтаған, жақсы қызмет істеп жатыр. Көп рахметімізді айтамыз бұл келіндерге де, балдарымызға да. Мына Құда қаласа біздердің осы жолымызды, өмірімізді берсін міне. Осылар үлкен биік беделдерге ие болып, осылай кездесуге жете берсін. Мына балдардың, ұлдардың қызын көре берсін. Мына қаласыздар міне. Осы отырысымыз, Құда қаласа мына сыйластығымыз, бірімізге деген құрметіміз арта берсін. Осылар сыйластықта жүрейік. Мына бүгін бір жасап қалып жатырмыз, өткен үлкен қуанышқа бірімізді көріп, небір әңгімелер айттық, небір баяғы кездегі өткендерді айтып еске түсіріп жатырмыз. Сондықтан үлкен қуанышты болып осылай тойдан тойға, қуаныштан қуанышқа жетіп бір-бірімізбен кездесіп жүре берейік. Құтты болсын. Әмин, рахмет. Bensiz adam şırkayılmaz senedir. Özünü say, davuz girek Tağdırındı katı gizde sarangdı. Sen sügünmen ol sümüsse şarangdı. Mahabat olu hoş yürükte adı koy. Özünü say, tavus gerek arangı. Oradan sizге жолдайын, сіздердің замандарыңызға бір шоу жасап қайтайын, білетін жандар қосылып отырсын. Солсын енді ойыма кеп тұрған мен айтып қалайын деген не болып тұрған енді. Мына бірінші айналайын серігден рахмет, мінекей қызмет жасаласында, келінден арқасында осындай бұл оңай емес қызмет жасауда атқаруда. Рахмет, мінекей Алланың нұр жаусын. Мінекей көпшілік қауым мынау
Бүгін енді 55 жылдық кездесу деген жаңағы бір адамның ғұмыры ғой. Құдай соған жеткізсін. Мынау жетпегендер, мына келе жатқан поколениеде де солар алайым, қызықшылық бірге өткізейік, аман болсақ. Келешекте де осы қызықшылық жалғаса берсін. Той қаласа берсін, мен созбай қоямын. Сөз бергенің үшін, ал мынау ұлдар, қыздар, мына бүгінгі осыдан 5 жыл бұрын ауылда, Кентөбеде 50 жылдықты атап өтіп еді. Мынау суретті көріп, сол 50 жылдықта түскен суретті көріп, қазіргі өзіміздің суретімізге салыстырғанда әжептәуір жасарып қалған сияқтымыз, шынын айтқанда. Раста, мынау бәріңізге денсаулық тілеймін. Сыйларыңызға бақыт тілеймін. Бөпес, осының бәрі сәкең дейміз, өтірік оның бәрі. Бұл осы сенің арқаңда айналайын. Мінекей, мынау саған, мынау келіндеріңе, ұл қыздарыңа рахмет өсіп түсіп жатқан. Құда қаласа, осындай кездесуіміз жалғаса берсін. Дендеріңіз сау болсын. Бай дәулетті, бақуатты болып, Алланың назарында, бақыттың базарында осындай күндерде қызықшылықта тойлана берейік. Кеше айтып жатырмыз, Құда қаласа келесі әр бір жылда кездесіп тұр айтамын. Алла соған нәсіп етіп, деніміз сау болып, бәріміз бақытты болайық, амандықта, саулықта жолығайық. 71-дің сұлтандары мен сұлу қыздары, мына бүгінгі кездесіп жатқан кездесулеріңіз құтты болсын. Бұл өзі жаңа айтып жатыр ғой, кездесу деген оңай емес. Оны ұйымдастырған мынау Серікке, мына Меруерт апайға, мынау Назым апайға, Дажанға өзім мың алғыс айтқым келіп тұр. Көптен көп рахмет. Бір жылдан кейін тағы кездесеміз деп жатыр ғой. Алла соғымды нәсіп етсін. Мынау Серіктің келіндері, Құда қаласа біз бала шағалары, біз сияқты 55 жылдықты, 60 жылдықты тойлап, аман есен болып, бала шағаларымыз жүре берсін. Мына отырған сіздерге тек қана денсаулық тілеймін. Шында осындай ұйымдастырады деп атсыңдар. Соларыңды ұйымдастырып, келмегендерің қосыла берсін, соларыңды топтарың көбейіп. Барлығы дендері сау болсын. Енді мынау Серіктің отбасына көп рахмет айтамын. Бала шағаларың рәтін көрсін. Жақсы тойларда болсын деймін. Осындай 55 жылдық тойларды тойлай берсін бұларда. Ұйымдастыру деген оңай нәрсе емес. Бұны Серіктің өзі бір семьясымен атқарып жатыр. Біздер 50 жылдығымызды 3 адам болып, ой, неше жырларды зорлап күтеміз өзі. Неше түрлі нәрсе, неше түрлі қайлар да болады екен оның ішінде. Мейлі рахмет айтып, Серік. Ақбөбе, дендерің сау болсын, барлықтарыңыздың отбасыларына амандық тілеймін, той тілеймін барлықтарына. Olmasa sılı zarıya tapısıp yeri göndermen talasalı Örüm kal görgüm sılımısın Örgendi hayranla büyüşün Ya, бүгінгі біздің мына тарихи күн біз үшін ал енді тарих үшін 55 жыл ол енді бір қасқаққандай шығар, бірақ жеке өмір үшін 55 жыл деген үлкен уақыт. Мінекей 55 жыл жайдан жай өткен жоқ. Бүгін мінекей бітіргенде 55 жыл болған осындағы отырған мынау кластастарымыздың барлығының да жасы бүгін мінекей 70-тен асып, жаңа айтып жатқандай ұлды өсіріп, қызды өсіріп, қызығын көріп отқан бүгін мінекей барлығы ақ жаулықты ана, ақ сақалды мінекей үлкен, жаңа айтқандай еді шал деп айтып отырсам болмайды, сондай аталар. Ал енді өзі кездесудің мақсатының өзі осы өткенді еске алып, кешегі
балалық дәуренді өзі мынау класстас деген кезде бір көңілге бір кішкене жаңағы бір жастау болып менен 70 деген менен класстас деген кезде ол енді бір кішкене бір сондай бір қызықты жас көздің алдына елестейді. Ал енді Құдайға шүкір мінекей осындай күнді бүгін нәсіп етіп мынандай қасиетті топырақта мынау ақ Каспийдің жағасында мынандай бір ауа райында осындай дәмді бұйырды бір-бірімізбенен дидарласып, бір-біріміздің жүзімізді көріп, бір-біріміздің жақсы ақ тілегімізді естіп маңғажай болып жатырмыз. Құда қаласа енді осы жерде 30-ға жуық бар. Біразы әртүрлі себептермен келе алмағандар, келгендері. Сондықтан Құда қаласа енді мына өсіріп атқан ұлдың қызыр-қызыр көріңіздер. Енді әр уақытта үстіп ауызбіршілікпен кездесіп тұрайық. Құда қаласа енді не айтамыз мінекей. Жаңбырда жауып жаңағы өзің айтқандай абай тілек болып жатыр. Құда қаласа бүгін ертеңде болады. Жақсы тілектерді, жақсы естеліктерді айтып, енді өмірді көрген, бүгін бір-бірімізге сын айтатын жас емес, жаманды да көрген, жақсыны да көрген, тойды да көрген, мінекей сондай қауым отыр мына жерде. Әр уақытта той көріңіздер, өздеріңіз сау болсын. Жаңа айтып атқан, өсіп атқан, өндіріп атқан ұрпақ, немере шөбере, алдарыңызда міне бүгінгі міне сәкеннің есіндей бол. Бір аунап тұрған шығар, біздерді ұмытпаған екендер. Ал енді мынау класстас деген жаңа құрдас дейді ғой. Болмаса біздер Назым екеуміз тағылықтар үлкенбіз. 55 оған қыстауға кетіп қалды. Ал жаңағы ағайын бүгін қонақ болса, ертең енді ағайынға жетпейді ғой бәрімізді. Класстас деген кішкентайыңнан бала кезіңнен партада бірге отырып, біреу шашымыздың бәрімізді партаға байлап қойып, біреу кітабымызды тығып қойып, сөйтіп қандай қызық күндерге өтті. Енді оларды ұмытуға болмайды. Осы мұнан 55 жылдықта басымыз бірігіп жатыр. 50 жылда жаңа өстіп күтіп алып, жақсы қызмет жасап, күшті отырыс болып еді. Мынау 5 жыл деген зулап өте шықты. 5 жылда қаншама өзгерістер болып жатыр. Ал енді көп сөздер айтам деп едім енді. Класстастар өте ыстық біздерге деген. Осыларменен жақсы кездесеміз деп естігелі қуанып жатырмыз. Соны асыға күттік, жақсы өткізейік деп. Бір ауыздан жаңағы бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, жақсы бірігіп өткізейік дедік. Біздер енді денсаулыққа байланысты Серіктің өзіне, мынау Серіктің келіншегін Алла Тағала тек қуанышта, жақсылықта, тойда, қызықшылықта жолықтырсын өстіп. Не айтайын? Айтатын әңгіме көп, бірақ кейде адам бір толқып кете ма, осындайда қонын микрофон түскен сасық қалатын бар. Түспей қалады дейсіз. Енді айтып жатыр ғой, мына жаңағы Сексен айтты, Мұрат айтты, Немербек айтып жатыр. Жақсы ниеттерін, ниеттерін. Соның бәрі қабыл болсын, періштенің құлағына салынсын. Мына келіндер бай балдарының қызығын көрсін біздің адай жылағанда. Серік, Бөпеш, екеуі осылардың қызығына тоймай, жақтарын үстіне жаманшылық көрмейді. Тек қызықтағандарың осы балдардың қызығы болсын, дендерің сау болсын, аман болың. Бәрінің де дендерің сау болсын, аман болың. Тек жылдан жылға шама келгенше кездесе берейік, аман болайық.
жеңгенбіз кешеде, ал бүгін келіндерге қорғанбыз. Жүрсек те бүкшеңдеп жайбасып бізде талай кездесуге барғанбыз. Нұр шағымның оны соны айтайын да бар. Казпошта, телефон жоқ қой. Казпоштадан шағымнан хат алып, оған талай жауап та жазғанбыз. Бір күні сол хаттың біріні мамама апама тиіп қалып, қолына шапалақты да талай жегенбіз. Сәстік шаққа қайта оралғым келіп тұрады. Бірақ ондай мүмкіншілік ешкімде де жоқ тұрады. Көктем кетті, күзім келді қайтейін. Үйдегі шалым еркелерін келіп тұрады. Ол ұяға қыз өрісін кеңейтіп, күйеу баланың тағдырын бөлісті, балаға бақыт тілеп келеміз. Өсіп өнімдері әлемнің бәрі жақсын тілеймін. Мына 55 жыл деген жақтарасы. Міне отыр сөйлеп өрген. Жаңа сөйлеп. Сәлемет болды ма? Қайырлысы. Көктем рас артта қалған, жастық шат рас, біз қыдырған артта қалған. 30, 20, 40, 50, 60, 70 бізді қалған үшін мына 55 жылдық кездесу бізді бұйырған екен. Денсаулығымыз мықты болсын. Это бірінші, денсаулығымыз мықты болсын. Амин. Отбасыларың аман болсын. Амин. Балдарыңыз өсіп, өніп, сендерді жемісті бәйтерекке айналып осындар, ел қызығатын көрінбес болсын. Бәрекелді. Амин. Бақытты балалық шақ аңсайымыз өтіп кетті. Солардың бірінші достығымыз, бірінші махаббаттарын айтып алсындар ғой. Мен отырмен танысқанды айтып кетейін сіздерге. Қара қызық болсындар. Қозым болып келеді тағы менің жамырағым. Арманына қол созбай тынығар кім? Қадірімді өмірде мың ұғармын. Арман болып өзіңнен алыс кеттім, ізі жатыр. Келін төбеде ұлыларды. Бөгет болмай нарықтың кесірдені, мерейтойың мерейді өсіргені. Атағыңды әлемге жай алмасам, келін төбе аяулым кешір мені. Қиын бірақ жайым жоқ тиылатын, ақын деген бәрінен биік атым. Еңсең еру болсын деп тілек еттім, менің Меккем Мединем сыйынатым. Туған ауыл басы сен асыл күйдің, құмыңды ойнап тауыңда тасың күйдің. Мен мәңгілік шәкіртпін сен дегенде, міне келіп бозарған басым дейдің деген екен ағайын. Солай айтқандай, бозарған бастарыңыз тек қана ауылда, ауылдың топырағында. Үзілген шалым, жас шағым, талай қыз. Жүрсің қайыға, біргеді қой. Бір ауылдың күліп ұшқан жастар едік, біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Бір жолын бастап едік, арман қастар қор. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Бәрімізде өмір жолын бастап едік. Арман қастар қайда, арман қастар қайда, заман қастар қайда. Бәрекелді, қошемет қайда? 55 жылдың куәгерлері бас қосып жиналып жатырмыз. Әлде де қалып қойғандары көп. Есті алып адамның ғой енді. Небір асыл сөздер, бірінің кемістігін бір тауып, құйылып айтылып жатыр. Мына кластастарымыздың жаңа алдында айтып кеткен тілектері. Небір жақсы сөздер ойдан шығып жатыр. Біз естімеген сөздер де бар, естіп жатқан сөздер де бар.
Енді бірінің сөзін екіншісі айтпай, екіншісінің сөзін үшіншісі айтпай жақсы айтатын болса, өте қуанышты. Онда оны біздің тілбайлығымыздың жалпы осы Келінтөбе орта мектебін бітірген түлектердің тілбайлығының күшті екендігін білдіреді, жақсы екендігін білдіреді, зор екендігін білдіреді. Не айтамыз, жаңа алдымызда айтып кеткен жақсы тілектерге қосыла отырып, баршаңызға қуаныш күн тілеймін. Мына 53 жыл дегенге жеткенде Жаңбыр жауғасы үйге тығылып кеттік. Кіріп кеттік та. Енді сырттағы жаңбырдан қорқып отырмыз, теңізге қалай барамыз? Атпен берейін бе ертеңгіге? Ертеңге қалдыра салайық соны. 2,5 сағат, 3 сағат болмаса 2,5 сағат мінеріміз күндізге қалдырайық оны. Қазір енді жаңбыр ғой. Білем ғой түнде күшті болады. Қазір енді мінерді бара алмаймыз ғой оған енді. Оныкі ендісі ар күні кетесің ғой, барасың обязательно. Тіпті болмаса өзім апарам сені. Қолыңдағы ма, қолын түсіре ғой. Ал жақсы, асымыз шексіз. Өзімен бірге мына келін балдары жүгіріп, ол кез келген семьяда барлығы бірге осындай жұмыс жасау да оңай емес. Olma olmadı bilmiyorum. Uçak деген kayınsızım var benim. Nusret'ten köşürü olarak ben son var ya oturak ben. Ama ben özüm tanısım ki değil. Özümün atım Kalamkas, olsun Mangıstav'ın tutmasının. Jangur деген yer var, şu aylardan tarağımız. Bärimizge de hoş geldik deymiz. Bizleri şakırıp atanlarınızga rahmet. Mına zamandaslarımızga tanısıp atınız. Mana meni kıymay kala berip Nusret'ten dedim. Endi kalıga mümkünlük bolmadı. Nusret koy birge жүрek cevap berdi. Al endi bärimizge de jakşylyk dileýin, densawlyk dileýin. Densawlyk bolsa bäri bola beredi. Nemeri şeýip atgan çağımız şöbere şeýinder. Tek osu günde aman sağ jete beriңдер. Densawlyk bolsa bäri bolat. Mına dastarkan jegilde bolat. Teyzim dostum, köylektin kusetegay, jerge teyzim, barında kurabırım, oynadakım, kırgende düşmanlardın, sevgisi. Рахмет, міне сіз япатсызды. Еліші, өнер келіші, ал Мырза Керім ағай.
Mынау саған кім Мырзакәрім ағайдікі. Иә. Ана кімге бер? Мұратқа бер, бәріңді қосып бер. Бір жерден тапсыратын боламыз. Рахмет, рахмет. Ол кісілердің хабары бар. Кеше 24 күні үйде жұмыстың жаңағы елге түскен күнін бердік. Сол күні жаңағы осы аттарын атап отқан ағайларың да, апайларың да, иә, болды ішінде бұлардың оған дейін хабары бар еді. Жалынды сәлемдерін айтты. Арнайы бүкіл бүгінгі мынау үлкен қуаныштан берекенің өткізіп жатқан барлықтарыңызға, ал енді оның ішінде өзінің сіңлілеріне де атап арнап сәлем айтқан, оны 7 жыл бағана назым қайтсын. Сондықтан Құда қаласа мына аманаттың арқасын Сәкеңді шақырамыз. Үйде Құда қаласа жаңа айтқандай арнайы аттарыңызды атап табыстап өздеріңізге бейнетаспасы Құда қаласа Шайын беріп дейсің ғой. Шайын беріп. Енді олардың бәрі жаңа айтқандай 80-ге келді, 80-ден асып жатыр. Құдаға шүкір денсаулықтары бар, той мерекеге барып жүр. Әлі жаңа айтқандай уақытты мүмкіндіктері бар. Сондықтан жаңа айтқандай сіздердің үлкен осы нелеріңізді шын жүректерінен қабыл алады деп біз ойлаймыз. Рахмет, Рахмет, қошемет деп қояйық. Бәкеңді айтып жатыр ғой. Мен ағам болады ya Мырзакәрім деген. Айтқанбыз. Өтеген шамалынан қосалып қалған екен. Аманат апарып тапсырамыз. Құда қаласа оған толықтай сеніңіздер. Жаңа Мәкең айтқан хабарлас. Мен бұрынғы емес өтеген шамалы қатырар яқшап. Көке мені таныдың ба десем таныған жоқпын деді алғашқы. Отырып сөйсен ортайсың ба дейді. Жасын үндемес, қайымес. Саған заматтарымыз тапсып. Болды, рахмет, Өреке рахмет. Бәке сізге де рахмет. Енді бұны енді екі апаймен Ана былтыр 50 жылдықта екі ағаймен екі апайымыз келіп еді ғой. Бұл жол енді жол алыс, олар жол көтере ала ма, көтере алмай ма, бірақ бұл жерде жаңа сый-сияпатымыз барлығымыздың атынан бар ғой, беріп жіберейік. Барып өздеріңіз тапсырасыңдар біздің аманатты. Мына не қылған екі апайға мынандай екі білесіңіз бар. Екі апайымыз бар еді. Біреуі математикадан сабақ берген Ақжарқын апай, екіншісі кішкентайымыздан сол галстук таққаннан пионер вожатый болған Айгүл деген. Екеуіне не? Білесік па? Екі білезік. Екі білезік, күміс білезік дейді енді. Короче, Көрсетті, ашып көрдік. баратын кім сол ауылдың адамы бар. Өреке, Мырзакәрім ағайды сізге тапсырамыз Түркістанда. Мынау жаңағы Мұратбек деген кім бар? Апарып видеоға түсіретіндер бізге көрсетесіңдер. Сөйлесіздер. Ал енді және де міне екі не бар, марапат жаңағы екі ағайымыз бар ғой. Біреуі Әубәкір геометриядан сабақ берген, екінші Мырзакәрім. Мырзакәрім ағайға подарканы Орынтайға бер. Орынтай апарып өзің табыстайсың. Мінекей қазақша барынан. Бұны о баста айтып қойып Өреке, саған аманат. Мынандай шапан сақриясын деген Ау, қол шапанат. Қошемет қайда ағайын? Көрсетпей қой, көрініп тұр ғой, жақсы екені көрініп тұр. Мына екі ағайдың материалын қарадық, астарын қарадық, дұрыстап ұялмайтындай. Астарын қарадық, дұрыстап ұялмайтындай. Қымбат қалған көрініп тұр. Материалы как дәл ағайға шақ болып тұр. размерін алдық, короче. Айдап берсең де аздық етеді. Солардың білімі, солардың берген тәрбиесі, солардың осындай еңбегімен біз осындай жағдайға келіп отырмыз. Солардың біліммен келіп отырмыз осындай жағдайға да, білім бергенінен, тәрбиелегенінен. Соларға мың алғыс ретінде жағын енді өздерің келмесе де арамызда болған дейді. Оларды шақырғанмен келмейді, жасы келіп қалған біразға дейін. Осының өзінде өзі көбіміздің ауылда ауырып келмей қалған себептері бар ғой енді. Біраз кластасын.
класстастардың. Ал енді бәріміз тегіс сөйледік ау деймін. Арада қалып кеткен жоқ па? Кейін ішімізден боқтап сыртымыздан. Келім қалдар ма? Соларды бір шақырып жіберейін. Келіндер шақырайық. Кешірші жаным оралмас қайта көрені жоғалтқан өмір өрнегі жетейін десең жет алмай жүрген жоқпын маған сүйкім дедің ештедің әдігі аңсадым ғой қайда жүрсің әдіг-ау әдіг-ау аңсадым ғой қайда жүрсің әдіг. Есенбек, апаларымыз да Есенбекке барған еді, өздерің білесіңдер ғой, Бернияз Әсеттер, Олжалының шешесі, Есенбектің. Олында бізді бағып отырған келін, осы жерде местный, шетпенің қасында, бер жағында 10-шы разъезд, Боздақтан Жеменей, Бөкен Жеменей қызымыз. 10-шы разъездің қызы. 10-шы разъезд. Шыңғындығы алыстау қатысы жоқ. Ал енді осы сіздерге қызмет істеп жатқанда дастархан жасап жатқан осылар мен емес, мен әйтеуір ұйымдастырушы ғой. Мынандай отырыстарымыз көп болсын, дастарханымыз тойға жайылсын, ауызбіршілік көп болсын. Қош келіп жатсыз. Әмин, рахмет. Ал жақсы, 55 жылдықтарыңыз құтты болсын. Бұйырса, тойда жүздесіңіздер, орталарыңыз ортаймасын, жақсылықта бас қосыңыздар. Алдыңызда осындай ақылшы болып жүре беріңіздер, аман жүріңіздер. Әмин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Бөкеннің қызы қосыламын деп жатыр ғой. Бір жылдан кейін тағы кездесеміз деп жатыр ғой. Алла сол күнді нәсіп етсін. Мынау серіктің келіндері, құда қаласа біз бала шағалары, біз сияқты 55 жылдықты, 60 жылдықты тойлап, аман есен болып, бала шағаларымыздың жүре берсін. Мынау отырған сіздерге тек қана денсаулық тілеймін. Сол үшін енді ойыма кетіп тұрған мен айтып қалайын деген не болып тұр ғой енді. Мына бірінші айналайын Серікжан рахмет, мінекей қызмет жасаласындар, келіндердің арқасында осындай бұл оңай емес, қызмет жасауда атқаруда рахмет, мінекей Алланың нұр жаусын. Мінекей көпшілік қауым мынау бүгін енді 55 жылдық кездесу деген жаңағы бір адамның ғұмыры ғой. Құдай соған жеткізсін. Мынау жетпегендер, келе жатқан поколение солар жетсін. Алайым, қызышылық бірге өткізейік, аман болсақ. Келешекте де осы қызықшылық жалғаса берсін. Той қаласа берсін, мен созбай қойып. Сөз бергеніңіз үшін алдылау ұлдар, қыздар, бүгінгі осыдан 5 жыл бұрын ауылда, Кентөбеде 50 жылдықты атап өтіп. Мынау суретті көріп, сол 50 жылдықта түскен суретті көріп, қазіргі өзіміздің суретімізге салыстырғанда әжептәуір жасарып қалған сияқтымыз, шынын айтқанда. Раста, мынау бәріңізге денсаулық тілеймін. Сыйларыңызға бақ тілеймін. Бөпес, осының бәрі сәкең дейміз, өтірік оның бәрі. Бұл осы сенің арқаңда айналайын. Мінекей, мынау саған, мынау келіндеріңе, ұл қыздарыңа рахмет өсіп түсіп жатқан. Құда қаласа, осындай кездесуіміз жалғаса берсін, дендеріңіз сау болсын, бай, дәулетті, бақуатты болып, Алланың назарында, бақыттың базарында осындай күндерде қызықшылықта тойлана берейік. Кеше айтып жатырмыз, құда қаласа келесі жылдан бастап, әр бір жылда кездесіп тұрайық. Алла соған нәсіп етсін, деніміз сау болып, бәріміз бақытты болайық, амандықта, саулықта жолығайық. 71-дің сұлтандары мен, сұлу қыздары, мына бүгінгі кездесіп жатқан кездесулеріңіз құтты болсын. Бұл өзі жаңа айтып жатыр ғой, кездесу деген оңай емес. Оны ұйымдастырған мынау Серікке, мына Меруерт апайға,
мынау Назым апайға, Дажанға өзім мың алғыс айтқым келіп тұр. Көптен көп рахмет. Жылда осындай ұйымдастырады деп атсыңдар. Соларыңды ұйымдастырып келмегендерің қосыла берсін, солардың топтарың көбейіп. Барлығы дендері сау болсын. Енді мынау Серіктің отбасына көп рахмет айтамын. Бала-шағаларың рәтін көрсін. Жақсы тойларда болсын деймін. Осындай 25 жылдық тойларды тойлай берсін бұларда. Ұйымдастыру деген оңай нәрсе емес. Бұны Серіктің өзі бір семьясымен атқарып жатыр. Біздер 50 жылдығымызды 3 адам болып, ой, неше ай жырлап зорғап өткенбіз өзі. Неше түрлі қайлар да болады екен оның ішінде. Мейлі рахмет айтып, Серік, Ақбөбе, дендерің сау болсын, барлықтарыңыздың отбасыларына амандық тілеймін, той тілеймін барлықтарыңа. Tağdırındı katı gizde sarangdı Sen sügünmen ol simisse şarangdı Mahabat olu hoş yürüktü Özünü say, tavus gerek Олардан сізге жолдайын, сіздердің замандарыңызға бір шолым жасап қайтайын, білетін жандар қосылып отырсын. Bensiz adam şırqayalmaz dedi. Кездесу бір ерекше болып отыр. Өткені мынау ерекшелігі мынау Маңғыстау дейді міне. Маңғыстау деген жерде өтіп жатыр. Ол мектепті біз мына жауырғанда бітіргенмен міне Маңғыстауда өтіп жатқан жақ үлкен ерекшелік. Бұл енді баяғы бір бозбала кезімізде кеше ғана бір жарты ғасыр бұрын осы бозбала жас жігіттер едік, бәріміз жас қыздар едік. Мектеп бітіріп тарқадық, елге қызмет істедік, халыққа қызмет істедік. Міне осылардың бәрі отырғандар. Міне қазір міне ақсақалды, үлкен ақсақалды ардақты шалдар болып, аяулы әжелер болып, міне отырмыз міне қазір міне. Осының бәрі де елге қызмет істегендер, елге өзінің қызметінің арқасында үлкен абыройға, биік беделдерге ие болған азаматтар бәрі де отырғандар осылар. Мына бүгін мына отырысты бастап жатырмыз, жақсы өтіп жатыр. Мынау Olmasa sılı zaruvayı Tapısım yeri göndermen talasalı Örüm talgır kim sılımısın Görgendi hayranla büyüşün тұрмағанда жаман қорықтық біз арасында. Және біреусіне үлкен күшік көп. Соны аттармады ма бөбек екеуі. Мен мына Серікті көп мақтап аттым, негізі бөбектің арқасында ғой. Бөбек өзім қарындасым еді. Қарындасым мақтап кетті демесін Серікті мақтап атыңыз. Негізінде бөбектің арқасында. Бөбек болмайды десе Серік өткізе алмайды ғой. Мынау енді әсіресе мына осылардың тәрбиелеген ұлдары Серік пен бөбектің. Алған келіндері мына көріп отырсыздар, нағыз салт дәстүр әдет ғұрпты жақсы сақтаған, жақсы қызмет істеп жатыр. Көп рахметімізді айтамыз бұл кісілер, бұл келіндерге де, балдарымызға да. Мына Құдай қаласа мына біздердің осы жолымызды, өмірімізді берсін міне, осындай үлкен биік беделдерге ие болып, осындай кездесулерге жете берсін. Мына балдардың, ұлдардың қызығын көре берсін. Мына қаласыздар міне. Осы отырысымыз
Құда қаласа мына сыйластығымыз бірімізге деген құрметіміз арта берсін. Осында сыйласып та жүрейік. Мына бүгін бір жасап қалып жатырмыз. Өткеннің көп қуанышқа бөлер бірімізді көріп, небір әңгімелер айттық, небір баяғы кездегі өткендерді айтып еске түсіріп жатырмыз. Сондықтан міне үлкен қуанышқа болып осында тойдан тойға, қуаныштан қуанышқа жетіп бір-бірімізбен кездесіп жүре берейік. Құтты болсын. Әмин, рахмет. Өзіне сай дауыс керек әнге. 30-ға жуық бар. Біразы әртүрлі себептермен келе алмағандар, мінекей келгендері. Сондықтан Құда қаласа енді мына өсіріп атқан ұлдың қызыл көріңіздер. Енді әр уақытта үстіп ауыз өшіріппен кездесіп тұрайық. Құда қаласа енді не айтамыз мінекей. Жаңбырда жауып, жаңағы өзің айтқандай абай дүние болып жатыр. Құда қаласа бүгін ертеңге болады. Жақсы тілектерді, жақсы естеліктерді айтып, енді өмірді көрген, бүгін бір-бірімізге сын айтатын жас емес. Жаманды да көрген, жақсыны да көрген, тойды да көрген, мінекей сондай қауым отыр мына жерде. Әр уақытта той көріңіздер, өздеріңіз сау болсын. Жаңа айтып атқан, өсіп атқан, өндіріп атқан ұрпақ, немере шөбере, алдарыңызда міне бүгінгі міне сәкеннің есіндей болды. Бұл нағыз баружы беретін болды бұл. Барасын, ұрып сезім қаласын, демеп едім өзіңе көздерімнің қарасын. Қыдеге түсір шынлар, қыдеге! Қасы екен қадірлім, сезіміммен қаласын, демейтін сен деп жүрсем, жүрегімнің жарасын, аяқ өз қайда барасын. Қойма нағашы! Ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайдың бағыңмын, жанарыңнан айналдым, Жарыққа шық, ей! Жарыққа шық! Ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайдың бағыңмын, жанарыңнан айналдым, әлі өзіңдей бағыңмын. Алдақтайтын алашым, аямайтын бағасын, үй болайық екеуміз бағындырған барасын. Ата-анамыз жол қылсын, екі ауылдың арасы. Бері қарай, Зәуре. Қайда, 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 әрине. Музыка! Бүгін 28-ші июнь күні демалыс күні 1192 Кентау орта мектебін 1971 жылы бітірген түлектердің Ақтау қаласындағы 55 жылдық кездесуі. Бүгін серуендеп, кемемен серуендеп кетіп баратырмыз. Қолдарын көтеріп қойыңдар. Айқайлап қойыңдар.
Hüseyin oldu mu? Var Hüseyin. Yok yok sizin. Kim kaldı? Halas. Jigitler kim kaldı? Balma tükenimiz var. Hüseyin kaldı. Kap tuttu mu? Hüseyin. Kim? Ya Hüseyin. Oturma Hüseyin. Ayak tuttu. Ha? Ayak tuttu. Bala basmadım tamam. Kalk gitti koy. Bilmeyim koy. Ha zıvandan ders biliyorum. Hüseyin kalk da. Voy voy senden. Kimde var deli mi? Bilmem. Ha ben aç video getir. Dur basma. Mustafa Ray'dayız mı? Ha Nurşit. Ortasın bak. Dostlar, dostlar. Şırsın. Değiştirdim. Başımda devrimsin, yakın olsan söylemesin, yaman olsan evrimesin. Ve arkadaşlar çevre
Mana? Ой, сау бол. Тосыңа көрсетем ғой. Кімге? Тосыңға ма? Не бар? Суға келеді ат жетектеп бір жас жігіт соңынан ереді тоқташы сұлу құсты деген танысым келеді менің сізбен айтыңыз атыңыз кім болады танысып көрмеген бұл қызбен Охо, менің атым неге жетпес, Қалай айтқан ғой деген сол кездердегі бәрі есімде тұрады. Sağ ol deseydim. Muzika! Әзіле Ай, сау бол Қол деді Әзіле Дешевел қолды көтеріп қой Ой, жасаң жетпіспін Ой Бас дұрсый Ayıntıdan en saldım ey Kulak durup Kızıl şarkı oynadım Ay Allah durup Ay, akşam yerek bu çıkındarsın Ular kılıp baylara Kılıp baylara
Ketip atkandарын түсірейін бері қараңда кәне. Кәне. Қарап қойыңдар. Ақтау қаласына барып қайттық. 82-іміз көп осындағы жаңа оқытқан шәкірттеріміздің бірталайы 2 күн сояқта 55 жылдық той өткіздік. Ал енді сояқтағы шәкірттеріміз аянбай күн демей түн демей күтті. 2 күн болдық. Жақсы тілектерін айтып жатыр, сәлемдерін айтып жатыр, жағдайларыңызды сұрап жатыр. Ал енді мынау кетерімізде бір аманатты 82-імізде тапсырды. Азғантай орамал том болмайды деп, азғантай жолын жасаған екен. Ал енді соны ата-бабына, ұстаздарымызға тапсырасыңыздар. Өз қолдарыңмен бейнетаспаға түсіресіңдер, бізге жібересіңдер деп. Сондықтан мына өз кеше келдік. Бүгін сосын енді мына үйге не алып, солардың аманатын орындайық. Тілектерін орындайық деген мақсат. Міне сәке, шапанды өзің көрсетіп, өзің жағыласың. Мынау Абубакыр ағайынға да сыртына дейін жазып мінекей. Шапанын жабайық өзі. Шапанын жап. Әуге тұрасы шапанды бар. Шапан. Кетес алты, қатесес, яғни жазып тұрайын. Қасырып сізде? Міне. Шапан өзі тіктіп арнай сіздерге өз артына мен оғыңызды, бұл оғыңызды тұрды. Оңғыз бейді оң қолдан бастайын, оң аяқтан бастайын. Арнай Маңғыстаудың, несі Маңғыстаудың мұлысына түсіп, шынында да көздер рахмет. Ағам бір ауыз не айтып жүрсің енді осы? Бет жағлап берем, мына жағлап естіп атсыз міне хабарды. Шешенім алып кетті. Мына бір үлкен тапсырманы орындаптың тұрсында енді өмірде мектепте оқыған оқушылар көп, сабақ берген мұғалімдер де көп. Бірақ 25 жылдан бері естен шығармай ұстаздарымыз бар осы ауылда. Әйтеуір қасымызда бірге болмаса да еске алып тұрмыз деп, мынау Ақтаудан сендердің кластастарым, жолдастарым сәлемдеме жіберіп болса екен, рахмет барлықтарыңа. Ал енді қазақта жаңағы орамал том болмайды, жол болады дейді. Әңгіме мынаның шапан екені болмаса той екені де емес, әңгіме сыйлап, мынау орамал десе соның өзі менде бір қазақ риза болады. Мен талай жерде айтып жүрмін, қазақ болса орамал том болмайды, жол болады деп айтқан емес. Шапан өзінде өтпейді емес. Мынау жолың, мынау орамал тағын деп біз атады десе, ол орамал атады да, бетін терең төтеді де, риза бола береді. Ал енді мынау дүние ешкімге жолдас болған емес, бірақ рахмет сыйлап айтып. Өйткені біздің қазақта, оның ішінде мұсылман халқында, анау құрметтеген адамына, сыйлаған адамына шапан жабу бұл дәстүрімізде бар. Сондықтан мынандай басында рахмет. Анау Ақтаудағы жігіттерге, қыздарға рахмет. Кездесуді өткізген Серік деген жігіт, мына шапандарды дайындаған Назым, Дәржан, Меруерт деген қыздар дайындап, осы шапанды алып дайындап не баттан. Айтайын деп атқан
Adam сол автордағы жігіттермен құда атын атамасам да, риза болсын, сен бәрін жаңа айтқан біліп отырмын ғой. Ал енді естіге деген рахмет, сендерге рахмет. Ал енді сендерді осындай, бір жерде осындай жаңағы бір той болмаса бір жерде өйтіп айтсақ, ұстадағы біз есе алып десеңдер, біз соған да риза боламыз. Ал енді біреулер ойлайтын шығар, мұғалімдер тінбе сабақ бермей ақ, көп оқушыны біз деп қоя салатын шығар дейтін шығар. Сендер сияқты телесен дейді, бәрекелді, әйтеуір жаман жақсы аз да болса, біз енді құттай бір иненің көзіндей болса да еңбегіміз сенден шыға деген ой келеді. Ал енді еңбектерің жана берсін, бастарың аман болсын, дендерің сау болсын. Жаңағы айтып отқан селіп бастаған автор жаңағы жігіт қыздар, олар да аман болсын. Сонау 55 жылда мен әлі де есермей, әйтеуір аяғын басып жүр ғой, осындай ағайдар береді деп неғылаттарына рахмет. Ал енді басқа не айтамыз? Дендері сау болсын, бастар аман болсын. Өсір бақтым, мына ұл қыздарының, перзенттерінің қызығын бәрін көтермесіңдер. Тойларын тойға жазғаса берсін. Ал енді бұдан кейін аманшылық болса 60 жылдық, мүмкін 70 жылдықта өткізуге нәсіп бұйырсын сендерге. Аман болыңдар. Сіз де осындай оқушыларыңыздың, оқытқан оқушыларыңыздың осындай құрметіне ие болып жүре беріңіз сіздер. Рахмет, рахмет. Иә, барғаннан сұрап жатыр. Енді біледі ғой, баяқтан тек Мырзакәрім қалыпты. Ол кісі де қатты ауру, жаңағы төсектен алған, онша памяттері де жоғалып дейді. Қандай, Әбубәкір ағай қандай, Арзақ Жешем қандай, Батыгер қандай, Айгүл қандай. Иә, бір нәрсені тағы айтадан алсам не лазым болады ғой. Мен мектепте 40 жыл істедім дегенде, жалпы ұстадым 40 жыл, бір жылы армия. Мектепте қолыма борыш ұстап, 40 жыл мұғалім болдым. Сол 40 жылдың ішінде 3 мектепте жұмыс істептім. Bir yolu bayağı Tacaristan'da 7 ay istedim. 7 ay. Söyleyip onda bir ayla mektepte, bir ay Mahtada olduk. Söyleyip elmeyesi kaldım. Şimdi onda da bir 10 sırası yüzleştirdim. Keyin olsun sen de, keyin dövekten elmeyesi sen de yüzleştirdim aldım. Rosu mektepte, Rosu şehirde istep, Rosu şehirde istep. 7 sırası yüzleştirdim aldım. Birinci mektep 10 sırası kullandı yüzleştirdim aldım. Keyin benim özüm balam var, bir yaşlıyım. Şu balam da oynatasa. Başta ben 10 sırada yüzleştirdim olmaktım. Ya 20 yılda, 40 yılda, tezesini, tıraş edesini takip dizinde de. Ben oğan özüm ayıttırgan da, özüm benim. Ben aman bolunda denleri sağ olsun. Eğer yeşimde kalasın. Ya kelin demeden senden, avudağdan da bazır var. Rahmet. Toylarım toylasın. Şapar kutlu olsun. Енді мына құтты болсын. Енді бал дегені. Өзіміздің шапанын жоғамыз енді. Міне. Балтегінде жас кезден, ең жас кезінде, қыстап тұр жас кезінде бізе сабақ беріп, міне. Ал енді бүгін Мұраттың үйінде отырмыз. Міне Сейсен, Мұрат екеуі осы Ақтауға 55 жылға барып келіп отыр екен. Сол екеуінен сояқтағы хабардың бәрін естіп отырмыз. Не болды, қалай болды, кімдер келді, кімдер келмеді деген. Соның бәріне қанық болдық. Енді біздерге Атабарда осылықтан бір ұстазымыз бар екен. Естеріңнен шығармай бір сауға беріп жіберген екенсіңдер. Сауғаларыңызға көп рахмет. Енді мені көп оқушылар білмеуі де мүмкін, есінен шығып кетуі де мүмкін. Себебі мен Келітөбеде 2 жыл жұмыс істедім. 67-68 жылы. Одан кейін 68-дің аяғында мына Шардарға көшіп кеттік. Физкультурадан. Жоқ, мен негізгі пән емес, менікі жаңа дене тәрбиесі, сосын көп оқушылардың есінде қалмауы мүмкін. Ал енді менің білетіндер бар, Ақтауда, мысалы жаңа осының басқасында жүрген Орақып Серік ініміз бар. Сосын жаңа өзеннен келген Зейналова Дәржан, Молданиязова, Назым деген балыздарым бар менің.
басқа далардың да фамилиясын білеміз, бірақ қазір бірден есіме түсіп отқан жоқ. Енді мына сауаларыңыз үшін бәріңізге де рахмет. Көп рахмет. Аман болыңдар, сау болыңдар. Және енді 70 жылдық, 80 жылдық деген тойлап жүре беріңіздер, ауырмаңыздар, бала шағалар аман, дендерің сау болсын. Тек көргендерің той болсын. Батыңа табыс еліп берек еді. Енді мына жерде Айгүл апайлары Шымкентте болып қалды. Өзінің ырзашылығын білдіріп жатыр, рахметін білдіріп жатыр. Енді мынаны да Балтекеңе құда қаласа апарып қояды, көрсетіп мынаны. Ал енді біз ашқанымыз жоқ, бұл еді жағылыммен. Көрсетейік, ішінде бар ма жоқ па? Қарап беріп жіберді деп ойлар, міне. Міне, көрін білесіз, міне. Алтын білезі деді. Міне, білесіз. Бұған да рахмет, енді Айгүлге айтып барамыз апайларыңа. Көп рахмет. Ақтаудың білезі. Міне, мынау сол пісәрі, сол білем көреді өзі жазылған. Мына қағының өзі неше қап? 10 неше қаптаған міне. Айгүл білезінің құтты болсын. Мына жерде мінекей. Бұл Ақжарқын апайын бәрі осы бірінші барғаннан енді біраз сабақ берген ғой. Апайын сұрап, апай қандай жүре алмады ғой, апайын жүре алады, жақсы. Бейнет демедің бе? Апай деп жатырмыз. Тұрыңыз енді, сізді тұрып мінекей, сөйтіп апайына да мінекей, Ақжарқын апайына да мінекей жазып, о да сол сияқты жаңағы күміс білезік. Не сады? Шәкірттерінің атынан. Құрметтегеніне рахмет. Маңғыстаудың білезі бұл деп тағы. Киелі жердің, 362 әулиелі. Бұлардың өздерінің әулиелі жердің өзі. Мінекей. Шында да өте бір сәнді современный екен. Білезік екен. Әне. Рахмет. Аяғын шығара бер. Әне. Бұл құрттық ішіне неғып қойған екен ғой. Сиям екен? Ашыла өлі ма? Қалырда үйгім арасында расын оның. Қолымыз семіріп. Сендер көріңдер де мінекей? Мінекей. Сен маса қайтып берілі берейін деп отырсың? Енді бермейміз ғой. Міне, айта берсін апайы. Ал, құрметті қонақтар, бүгін бәріміз мына қайныларымызбен бас қосып, дастарханда шай ішіп, Ақтаудың хабарын естіп, ырза болып отырмыз. Мұғалім ең жақсы жұмыс қой. Қиын да, ескерілетін де, мінекей неше жылдық бас қосу достарымды көріп, қыздарды көріп, жақсы мейрамда өткізіп келдіңдер. Мына бағанағым бергі айтып отқан қайныларымның соған қосыламын. Рахмет, бізді ұмытпай қолымызды алтындатып, күмістетіп, сыйлықты келген жоқ қой демей беріп жібергеніне өте ырзамыз. Не дейміз, осы жинаған тергендерің тойға шашылсын, балдарың семьяда бақытты болсын, өздеріңде аман болыңдар. Бұл оңай емес мероприятие өткізу деген. Ана бұйырып барып, суретке түсіп, көріп, келіп атсындар. Ана кемей қағандарды аман есен жазылып кетсін, қатыса алмағандар. Жаңа бұйырса жейсін, бұйырса барасың деген. Дендерің сау болсын. Аман есен бізде араларында жүре берейік. Рахмет. Сол үшін құйылған шұбаттарыңды ішіп, бір өлең айтып, әндетіп отырыңдар, бұл үлкен мереке. Оңай емес. Рахмет, анаяқтағы ұйымдастырып, шауып, бізді ескеріп, мына сәлемдемесін беріп атқаны. Аман болсын, Серік те Бөбек қой келіншегінің аты. Бөбек. Аман есен шаба беріңдер. Жақсы, рахмет. Ал кластастар, мінекей аманаттарыңызды әкеліп, ағайларыңа, апайларыңызға тапсырдық. Өздерінің ырзашылықтарын білдіріп жатыр, рахметтерін айтып жатыр. Ал енді Серікке, жаңа айтқан Назымға, Дәржанға, Меруітке, мінекей көп рахмет еске алып, аз да болса көптей қылып, сонша 3 километрден, 3000 километрден беріп жіберіп, мінекей көңілдерін көтеріп жатқанына.
әр уақытта осындай тойда жақсылықта кездесу нәсіп етсін. іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды, мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар құстай сайрап, айналайын класстастарым. Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Мұғалима оқы дейді ғой, бірақ оны түсінбейді ғой. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым.